Саламатсыз ба? Саламатсыз ба, отырыңыз. Менің есімім Нұрсұлтан Хамидоллаұлы. Мен сіздің емдеуші дәрігеріңіз боламын. Сіздің есіміңіз кім? Мадина. Мадина, жасыңыз нешеде? 24-те. Мадина, маған қандай сұрақпен келіп отырсыз? Жүктіліктен алдын алу үшін сол мәселемен келіп отырмын. Түсінікті. Алдын қандай жүкті болдыңыз ба? Иә. Қанша рет жүкті болдыңыз? 2 рет жүкті болдым. 2 рет жүкті. Қанша балаңыз бар? 2 бала. Жастары нешеде? 4-те және 2 жаста. Жақсы. Осы жүктілік кезінде қандай да бір операциялар, жарақаттар, болмаса да бір басқа да бір аурулар болды ма? Иә, болды. Қандай? Эндометриоз. Болашақта қанша бала болғанын қалайсыз? 4-5. 4-5. Осы жүктіліктің арасын ұзартқыңыз келе ма? Иә. Қандай да бір контрацепциялық әдістерді қолдандыңыз ба? Иә, қолдандық. Қандай контрацепциялық? Үш қап, да? Неге бұл әдісті қазір қолданбайсыз? Тиімсіз болды біз күйеуіміз екеумізге. Тиімсіз болды. Түсінікті. Осы қазір қосымша бір ауруларыңыз бар ма? Қан диабеті, тромбофлебит, болмаса басқа да бір жүрек аурулары, бауыр аурулары? Жоқ, ондай. Қандай да бір зиянды әдеттеріңіз бар ма? Бар. Қандай зиянды әдетіңіз бар? Темекі шегемін. Темекі шегесіз. Қанша уақыт шегесіз? 1 жыл. 1 жылда шегесіз. Күніне қанша рет шегесіз? 4-5 рет шегемін. 4-5 рет шегесіз. Осы сіздің мәлімдемеңізге байланысты мен сізге жалпы комбинирленген оральды контрацепция әдісін тағайындаймын. Бұл жалпы қысқаша кок. Бұл кок дегеніміз ол үлкен емес препарат, үлкен емес таблеткалар болып табылады. Оның ішінде 2 гормон бар. Ол эстроген және прогестин. Ол сол әйел ағзасындағы гормондарға ұқсас болып табылады. Және бұның әсері ол жыныс жасушасын жабыспауға және де жатыр мойнындағы шырышты қоюландырып жүктілікті болдырмайды. Және де бұның 2 түрі бар, ол 28 күндік және 21 күндік таблеткалар бар. Алғашқы 7 күндік таблеткаларда ешқандай гормондар болмайды. Ол жерде темір препараттары және де нейтральды заттар болады. Осы жалпы кок ол шұғыл және де уақытша әсер ететін препараттар болып табылады. Және басқа да бір гинекологиялық аурулардан алдын алу мүмкін. Сонымен қатар бұл препаратты қолданған кезде басқа да препараттарды, то есть контрацепциялық әдістерді қолданбасаңыз болады. Осыны жалпы әдісті қолданған кезде етекір кезінде қанның көлемін азайтуы мүмкін. Осы әдіс тиімді болу үшін мен сізге қалай қолдануын үйретейін. Бұл әдісті тиімді болу үшін сіз күніне 1 таблетканы ішуіңіз керек. Бір уақытта және де етекірдің 1-ші күннен бастап ішсеңіз өте жақсы болып табылады. Және де осы бұның 21 күндік таблеткасын ішетін болсаңыз толықтай, ол кезде сіз 7 күн үзіліс жасауыңыз керек. Егер де сіз бұл әдісті 1 күн мысалға, то есть 1 күн ішпеген болсаңыз, сізге есіңізге түскен кезде ішсеңіз болады. Ал егер де 2 күн қатарынан ішпеген болсаңыз, 2 таблетканы ішесіз. Сонымен қатар осы 3-4 күн одан да көп болатын болса, бұл әдісті уже тоқтатып, сіз келесі етекірді күтесіз. Ал егер де басқа да бір жанама әсерлері, мысалға бас ауру, көкіректің ауырсынулары, іш аурулары, аяқтың қызаруы, сарғаюы болатын болса, бұл әдісті лезде тоқтатып, емдеуші дәрігеріңізге баруыңыз керек болады. Енді келесі, бұл әдістің жанама әсерлері бар. Бұл бірінші жанама әсері, бұл материалдық шығынды қажет етеді. Және де сонымен қатар, бұл емізіп жатқан әйелдерге қолданбайды және басқа да инфекциялық аурулардан алдын алмайды. Және бұл таблеткаларды күніне ішу керек. Сонымен қатар, бұл рифампицин және барбитурат препараттарына ұқсас болып табылады. Барлығы түсінікті болды ма? Иә, түсінікті болды, бірақ менде бір сұрағым бар сізге. Егер де мен 1 күн ұмытып кететін болсам ішуді? 1 күн ұмытып кететін болсаңыз, бұл кезде сіз есіңізге түскен жағдайда сол 1 таблетканы ішесіз. Ал егер 3 күннен артық болып кетсе? Егер де 3 күннен артық 4-5 күн болатын болса, бұл кезде бұл әдістің тиімділігі төмендейді. Сол кезде біз бұл әдісті тоқтатып, келесі етекірді күтесіз. Сол кезде қайтадан бастайсыз 1-ші күннен бастап. Барлығы түсінікті болды ма? Иә, түсінікті болды. Қандай да бір тағы қосымша сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ. Егер де сізде тағы қандай да бір қосымша сұрақтарыңыз пайда болатын болса, кез келген уақытта келсеңіз болады. Сау болыңыз. Сау болыңыз.